Еуразия континентінің жүрегі болып саналатын шығыс пен батыстың тоғысатын жері Қазақстанға қош келдіңіздер. Еліміздің дәл ортасында болашаққа бет алған қала, прогресс пен өркендеудің белгісі жаңа елордамыз Астана бой түзеді. Қазақстанда әлемдік деңгейдегі алғашқы бірегей университет Назарбаев университеті еліміздің жаңа елордасында өз есігін айқара ашып отыр. Бұл жерде 80 гектар жер аумағында әдемі университет қалашығы кампус орналасатын болады. Бұл университеттің ғимаратын ғылыми орталықтармен қазіргі заманға сай жатақханаларды және қолайлы жайлары бар кәсіби қалашықты біріктірген орасан зор кешен. Осы жерде ректораттың қазіргі заманға сай ғимаратында үлкен сенат залы бар. Жыл бойы ағаштар гүлдеп, фонтан ағатын кең атриумның ішінде мектептердің корпустары, кітапхана, кафетерий, оқу зертханалары біріктірілген. Университетте ғылыми ізденіс жұмыстары мен зерттеулер жүргізу үшін барлық жағдайлары жасалған. Бұл жерде энергетикалық зерттеулер орталығы, өмір туралы ғылымдар мен пәнаралық орталық, қазіргі заманға сай зертханалар, конструкторлық бюро, эксперименттік өндірістер, күн көзі батареялар паркі орналасатын болады. Ғылыми инновациялық аймақтың өсуімен бірге ғалымдарға арналған орманбақ аймағы бар тұрғын жайлардың аумағы да кеңейтілетін болады. Ректоратпен қатар аудитория залдары бар үлкен кешен салынатын болады. Бұл жерде 500, 800 және 1000 орны бар аудиториялар орналасады. Оған энергетикалық орталық және басқару мектебінің ғимараты қосылады. Университеттің оқытушылары мен профессорлары үшін жеке жайлы қалашық қарастырылған. Қазіргі заманға сай студенттер қалашығы студенттердің білім алуына, спортпен айналысуына және олардың мәдени өміріне қажетті барлық жағдайлармен қамтамасыз етілді. Назарбаев университетінің кампусы бұл Қазақстан ғылымының, білімі мен инновацияларының болашақ моделі. Болашаққа қош келдіңіздер.